Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен медовик тортын жасайтын боламыз. Бұл торт өте дәмді, өте нәзік болып шығады. Ең алдымен 2 жұмыртқаға қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бізге жұмыртқа мен қанттың қатты көпіруі аса маңызды емес. Содан соң үстіне сүтті құйып, тағы да араластырамыз. Бөлме температурасында еріген сары майымызды алып араластырамыз. Келесі бізде табиғи бал, яғни сіздің медовик тортыңыздың дәмі осы табиғи балға байланысты болады. Сондықтан таза бал қосамыз. Водяной баняға сұйықтығымызды салып, жақсылап қыздырамыз. Сұйықтығымыздың қызғанын саусағымызбен осылай көруімізге болады. Қатты қайнаудың қажеті жоқ. Содаға уксусты құйып, кастетіп алып, оны тез-тез араластырамыз. Біздің массамыз осылай көпіруі қажет. Келесі ұнымыз. Ұнда белгіленген мөлшерден көп қосуға болмайды. Себебі медовиктің корждары піскен соң қап-қатты болып қалады. Сол себепті 400-450 грамм ұнды қосамыз, одан артық қоспаймыз. Біздің массамыз осылай болады. Бетін жауып, холодильникке саламыз. Массамыз қатуы қажет 4-5 сағатқа немесе 1 күнге қоюларыңызға болады. Мінекей массамыз қатты тестамыз. Біз оны теңдей осылай 10 бөлікке бөліп аламыз. Пергамент қағазымызға жайып жұқалап, өздеріңізге қажет диаметрмен кесіп дайындаймыз. Менің диаметрім 24 сантиметр. Міндетті түрде қамырды осылай шанышқымен тесіп шығу қажет. Себебі біздің қамырымыз көтеріліп кетпеу үшін және де біркелкі пісуі үшін.
Қамырымызды 180 градуста қызған пеште 3-4 минуттан пісіріп аламыз. Қатты қызартып жіберуге болмайды, қамырымыз қатты болып қалады. Медовик тортына мен қайнатпалы кремді қолданамын. Астында описанияда сіздерге сілтемесін қалдырып кетемін. Заварной кремнің рецептісін. Өте жұмсақ, ауызға салсаң не дейтіндей болып шығады. Өте дәмді. Осылай жинаймыз. Тортты өз қалаларыңызша сәндеуге болады. Мен қалған қамырды ұнтақтап осылай бетіне сеуіп шықтым. Және де А4 форматта қолдан жасалған трафаретпен осылай сәндедім. Міндетті түрде медовик тортын жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.